біз асқарға. Артадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Мектеп деген мәңгіліктің жыркені, мектеп деген ғылымның асқақ желкені, мектеп деген тұғыры биік ағорда, балалардың қасиетті мекені. Қайырлы күн құрметті қонақтар мен ата-аналар, ұстаздар және мектеп оқушылары. In September 2015, our school started its work. In the beginning, the school was a gymnasium for gifted children. On June 18, 2019, the gymnasium received the status of a candidate in the Middle Years Program International Baccalaureate Program. It is also an honor for us, a great pride. Алдымызда болашаққа тартар жол, білім үшін күрескенде қауқар мол. Сенгендер сендерсіңдер бүлдіршін, еліңе сен, қыран құстай қамқор бол. Мектеп табалдырған алғаш аттағалы отырған бірінші сынып бүлдіршіндерін қарсы алайық. Алдарыңызда бірінші А сыныбы. Сыныпта 21 оқушы бар. Сынып жетекшісі Тілеубекова Арайлым Қанағатовна. Білім беруде біліктілік танытқан өнегелі ұстаз. Ұстазсыз шәкірт тұл демекші, өз шәкірттеріне мейіріммен қарайтынына, кішкентай бүлдіршіндерімізді асқардай азамат ететініне сеніміміз мол. Олай болса, алғаш мектеп партасына отырғалы тұрған білімге құштар балаларымызға қош
қошемет көрсетейік. Welcome grade 1A and their class teacher Berkbaeva Mervet Serqaliyevna. There are 20 students in this class. A good teacher is like a candle. It consumes itself so it can light the way for students. If you are a teacher, you are also a life coach, motivator, eye-opener, organizer, IT specialist, handwriting expert, truth detector, event planner, scheduler, and decorator. Welcome them! Келесі кезекте бірінші Б сыныбы. Бірінші Б сыныбында 22 оқушы бар. Сынып жетекшісі Төлеген Бақытгүл Төлеген қызы. Жас ұрпаққа білім беріп, алғаш қалам ұстатуда өз бақытын аямаған, бала бақытын аялаған қадірлі мұғалім. Өз мамандығының қыр-сырын меңгерген Бақытгүл Төлеген қызының ұрпақ тәрбиесінде берер нәтижелері мол. Welcome the next grade, 1B, and their class teacher Usirbaeva Aynur Satıbaldievna. A good teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom of the students. And remember, the influence of a good teacher can never be erased. Келесі кезекте бірінші Г сыныбы. Бірінші Г сыныбында 22 оқушы бар. Сынып жетекшісі Амиржанова Камшат Хабиевна. Білім беруде біліктілік танытқан өнегелі ұстаз. Шәкірттерін жан-жақты дамыта білген Камшат Хабиевна жас ұрпақты өнегелі тәрбиесімен өрбітері сөзсіз. Олай болса, алғаш мектеп партасына отырғалы тұрған білімге құштар балаларымызға қошемет көрсетейік. Next grade is 1D and their class teacher Tulipbergenova Gulmira Amanovna. The teacher is an experienced teacher who considers the teacher's way sacred by teaching many children to write correctly and talking about culture. We hope that Gulmira Amanovna will make her students the worthy citizens of our country. Welcome them! Алдарыңызда бірінші Е сыныбы. Сыныпта 21 оқушы бар. Сынып жетекшісі Дәулет Алмагүл Дәулет қызы. Жас ұрпаққа білім беріп, алғаш қалам ұстатуда өз бақытын аямаған, бала бақытын аялаған қадірлі мұғалім. Алғаш қанат қағып, білім табалдырғын алғаш аттаған бүлдіршіндерге қол соғып, қошемет көрсетейік. Next grade is 1G and their class teacher Blyalova Mahabat Amanjolovna. No, I'm not a superhero. I'm something even more powerful. I'm a teacher. I don't need a cape because I'm lifted up by the amazing and inspiring kids I teach. Great applause! Мектеп түзел, тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы.
мерекеде 2019-2020 оқу жылында білім сарайының айқара есігін ашқалы тұрған бүлдіршіндер мен жаңа оқу жылының басталуымен құттықтау үшін сөз гимназия директоры Садыкова Гүлнар Дінғуатқызына беріледі. Құрметті оқушылар, мектеп табалдырығын аттағалы отырған бүлдіршіндер, ұстаздар, ата-аналар және бүгінгі салтанатты жиынның қонақтары. Сіздерді бүгінгі жарқында, қуанышты айтулы мереке 1 қыркүйек білім күнімен құттықтаймын. Алғашқы қоңырау әрине баршамыз үшін ерекше күн. Себебі жас бүлдіршіндер мектеп қабырғасына келіп, оқушы атанса, оқушыларымыз жаз бойы жақсы демалып, өздерінің сүйікті ұстаздарымен қауышып, білімге деген құштарлығын көрсететін керемет күн. It is a great pleasure to welcome you to Happy Knowledge Day at Astana English School. Welcome back. Happy to see you all after a long holiday, and I hope you had a fruitful and an enjoyable summer. I can feel excitement of our first graders on this special day of school. Өткенді сараламай, болашаққа көз тіге алмайсың демекші. Осындай айтулы сәтте елорданың төрінен орын тепкен қазіргі заман талабына сай білім ордасы, яғни гимназиямызға қысқаша тоқталуды жөн санадым. Уақыт зырлап өтіп, 2015 жылы 1 қыркүйек білім күні қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 нақты қадам бағдарламасының аясында елорданың төрінен заман талабына сай білім ордасы, яғни Астана English School гимназиясы бой көтеріп, білімді оқушыларға есігін айқара ашқан болатын. Жарқын болашағына көз тіге білген жас шәкірттеріміз сол сәттерден бастап Нұрсұлтан қаласының әр мектебінен армандарын арқалап, біздің гимназиямызға келіп шәкірт атанып, өздерінің білімдерін шыңдап, аз уақыт болса да гимназияның өркендеуіне өз үлестерін қосып келеді. Міне, 4 жыл бойы оқушыларға қазақша, ағылшын тілінде сапалы білім мен саналы тәрбие беріп келе жатқан білім ордасы үшін биылғы 2019-2020 оқу жылы айтулы жыл. Себебі биылғы оқу жылында гимназиямыз 5 жылға қадам баспақшы. Яғни, осыдан 4 жыл бұрын алғаш гимназия табалдырығын аттаған оқушыларымыз бүгінде 4 жыл бойы бастауыш сыныпты білім алып, орта буынға, яғни 5 сыныпқа көшкелі отыр. Қазіргі заман талабына сай, бүгінгі таңда оқушылардың ағылшын тілінде білім алуға деген қызығушылықтары артып отыр. Соның дәлелі ретінде айта кетсем, 2015 жылы алғаш ашылғанда гимназиямызда 185 оқушы бастаса, биылғы оқу жылында 938 оқушы білім алғалы отыр. Өткен 18-19 оқу жылында гимназиямыздың алғашқы қарлығаштары, яғни аттары гимназия тарихында алтын әріптермен жазылатын 13 шәкірттеріміз алтын ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алды. Алғашқы түлектеріміздің барлығы да жоғарғы оқу орындарына түсіп, біздің Алматы, Астана қалаларының жоғарғы оқу орындарына түссе, 7 оқушы шет мемлекетке, яғни Канада, Нидерланды, Түркия, Ұлыбритания елдерінің жоғарғы оқу орындарына түсіп, бүгінгі күні студент атанып отыр. Бүгінгі мерекеде гимназиямыз үшін ерекше мәртебе болып табылатын жақсы жетістікті айтып кеткім келеді. Біздің гимназиямыз әлемдік өркениетке ұмтылу мақсатымен өткен оқу жылында 50 жылдай тарихы бар, 150 мемлекеттен астам елде қолданылып келе жатқан халықаралық бакалавриат бағдарламасына үміткерлікке өтініш бердік. Соған орай жыл бойы гимназияда көптеген жұмыстар атқарылып, нәтижесінде 2019 жылдың 18 маусымынан бастап біздің гимназия ресми түрде IBMYP, яғни халықаралық бакалавриат бағдарламасын енгізу үшін кандидат статусына ие болды. Бұл күн біздің гимназия үшін ең айтулы мәртебелі күн болып қалмақ.
Бұл MIP, яғни халықаралық бакалавриат бағдарламасы жауапкершілігі жоғары, толерантты тұлғаны дамытуға бағытталған, ұлттық және халықаралық білім стандартына кіріктіріле негізделген 3 тілді біліммен қамтамасыз ететін бағдарлама болып табылады. Енді біздің оқушыларымыз жыл сайын ЮНЕСКО клубтарының федерациясының мәдени шығармашылық және адамгершілік білім беру саласындағы жобаларына қатысуға мүмкіндіктер алады. Міне, жаңа оқу жылы осындай жақсы жаңалықтармен басталғалы отырмыз. Алда атқарылар жұмыстардың жүгі де ауыр болғанымен, ұжыммен бірлесе көптеген жұмыстар жасап, биік шыңдарға жету үшін оқушы, ата-ана, ұстаз болып, үштік одақта жұмыла көтерсек, жұмысымыз жеңіл боларына сенемін. Сөзімді қорытындылай келе, қымбатты ұстаздар, сіздерге жаңа оқу жылында педагогикалық ізденіс, жаңа серпін, шығармашылық табыс тілеймін. Ел ертеңі болатын сүйкімді менің шәкірттерім. Сіздердің қиялдарың ұшқыр болып, қанаттарың талмасын. Жаңа оқу жылы баршамыз үшін толағай табыстарға, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Көңілдеріңізді қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Гүлнар Дынғуатқызы, ендігі кезекті марапаттауға берсек. Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қасымханова Нұргүл Жеңіс қызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. To your attention, an amazing song by the talents of our school, by Burinov Bigaras, Satinbekova Mirey, Asambаева Адия, Иманғалиева Самира, and Ғалымбек Айлун. Great applause! Оле-оле, жүрегіміз бірге, самға-самға, жасай бер мектебім. Оле-оле, мектебіміз бізге, жаса жайда, имли жастана. Түсеміз біз жарысқа, бойымыз анамыз, жетеміз табысқа, білім деген жарыста. Атырамыз алысқа, тасып бойда күш, тырысамыз алысқа, ғылым деген тартып. Аула, мектебіміз аула, оқушылары менен мақтана. Самға, Жеңістерді жалға, жасасын еңбек скулы Астана. аула, Мектебіміз аула, оқушылары менен мақтана. самға, Жеңістерді жалға, жасасын еңбек скулы Астана. Оле-оле, the best academy, progress, progress, my Astana's impress. Ole-ole, the best academy, progress, progress, my Astana's impress. It'll be very sweaty in our premises. In learning contest, school lets you and joins the battle. All process attacking, only high grades, whole team battles, only true tirade. Вместе мы лучшие, и нас призвали учиться на 100. Вместе всегда получится, знания здесь лучшие. Вместе непобедимые, мы готовы радовать всегда. Вместе неудержимые,
welcome the next performance by our 1st and 5th grade students with a big round of applause. Шүрәйлі мектебім күтіптір енселі, алғашқы қоңырау көп күтті мен сені. Толысы бойымыз мектепке келдігіміз, алғашқы мектебім бақытты мекені. Құттықтау сіздерді ағалық жолымыз, қош келдім бүлдіршін, ақ болсын жолыңыз, білімнен нәр алып, ғұлама болыңыз. First grade rocks, there is a lot to do. First grade rocks for me and you. Pencils, papers, books to read. You will have everything you need. So much to learn, so much to do. Must listen to your teacher, you. First grade rocks, it's so much fun. First grade rocks for everyone. First grade is a special place. Sees a big smile on our face. Comes to play and songs to sing. You will learn about everything. Достасы бұртамен сырды көп шертем, сусындап білімге қопырып өсем. Ағашқы ұстазым, нұрлы екен жүзіңіз, бастайтын білімге толға деп сенем. Жүрегі нұр, өмірі гүл ұстаздың, сондықтан да ұстазың ақсағың. Адам жанын тәрбиелеп аялар, құрметті ғой әрбірісі ұстаздың. First grade is fun. My teacher says I'm number 1. She says she loves us all, whether we are short or tall. There's time for work, time for play, learning new things every day. First grade is a special place. See the big smile on our face. Тездетіп сабақты бастауға асықпын, білімге сусындап өнерге тасыппын. Мектебің өзіңе үмітпен қараймын, өмірге дайындап шығарар талайын. Біз кешегі баламыз мектеп аттаған, бүгінгі ұлқы сынықтап басқадан. Тәрбие басы тал бесіктен нәр алдық, жігерлі жаспыз жарқын болашаққа бастаған. До чего шел прогресс? С 6 лет в АЭС, где английский и Китай поднимают до небес. Позабыты шалости, остановим век, получаем знания, радуем мы всех. Неужели мы в АЭС? Дружно влились мы в процесс. Труд умственный повсюду. Я, конечно, лучше буду. Позабыты шалости, остановим век, получаем знания, радуем мы всех. Позабыты шалости, остановим век, получаем знания, радуем мы всех, радуем мы всех. О-о-о. Ей! До чего дошел АЭС? Целых 5 лет он есть. За эти годы победы одержали мы все здесь. Позабыты шалости, остановлен век, получаем знания, радуем мы всех. Позабыты шалости, остановлен век, получаем знания, радуем мы всех. Бүгін мектеп табалдырғын аттап отырған бүлдіршіндерді құттықтауға қазақ эстрада жұлдызы, әнші Қайрат Байекенов келіп отыр. Қарсы алыңыздар.
Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгінгі білім күні баршаңызға құтты болсын. Жылдамыз! Нұрлы ғалам, сырлы ғалам, құдретіңе ғажайып жетірме баға. Асыл әлем, жасыл әлем, тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Атымызда арман жоқ, атымызда сан белес, жетелеген аяла арманды бір сол. Көңіліңде шақып күй, жүрегіңде нұр тұнып, махаббатпен сезімнен әлемді сыңсие. Сезім сиқар ғаламат, ол жүректегі шапағат, мәңгі әлемді қорғайды, махаббат тек пәк Нұрлы ғалам, сырлы ғалам, құдретіңе ғажайып жетілмей баға. Асыл әлем, жасыл әлем, тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Атымызда арман жоқ, атымызда сан белес, жетелеген аяла арманды бір сол. Көңіліңде шақып күй, жүрегіңде нұр тұнып, махаббатпен сезіммен әлемді сыңси. Сезім сиқарлы ғаламат, ол жүректегі шапағат, мәңгі әлемді қорғайды, махаббат тек пәк махаббат. Астана English School. Жасасын. Hey! Take it down. Oh yeah. Adımızda arman zor. Adımızda сан белес. Жетелеген аяла арманды бір сол. Көңіліңде шақып күй, жүрегіңде нұр тұнып, махаббатпен сезімнен әлемді сыңси. Сезім сиқарлы ғаламат, ол жүректегі шапағат, мәңгі әлемді қорғайды, махаббат тек пәк махаббат. Сезім сиқарлы ғаламат, ол жүректегі шапағат, мәңгі әлемді қорғайды, махаббат тек пәк махаббат. Рахмет! Білім ордасына шақырған жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауын салтанатпен тыңдайық. Let's enjoy the sound of the first bell. Алғашқы қоңырау соғу рәсімі бірінші сынып бүлдіршіндері Дәулен Дәулет пен Айбатыр қызы Іңкәр және Иманғали Нұрали мен Қалдыбай Нұрсаяға табыс етіледі. Қошеметтеріңіз! Қошемет көрсетеміз!
Мектеп түзел, тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Бүлдіршіндер ертеңгі ел мамандары, құтты болсын алғашқы қадамдары, құтты болсын басталған оқу жылы, құтты болсын болашақ баспалдағы дей келе, осымен салтанатты мерекемізді аяқтай отырып, құрметті қонақтар, оқушылар және ұстаздар, жаңа мектеп табалдырғын аттап, алғашқы білім күнінің сабағын өтуге бірінші сынып оқушыларын сынып кабинеттеріне шақырамыз.